Бай және табысты адамдардың дағдылары. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Бай болам десеңіз, табысты адамдардың бірнеше дағдысын үйреніп алыңыз. Табыс пен байлықтың құпиясын жасырған дағдылармен танысайық. Бірінші, барлық проблемаларыңызды барынша қысқа мерзімде шешу. Кейінге қалдырмау, созбау, ушықтырмау. Әдетте проблеманың салдарын жоюдан гөрі оны бастапқы кезінде реттеуге аз күш-жігер кетеді. Қателесетін болсаңыз да, шешім қабылдаудан қорықпаңыз. Бұл ешқандай шешім қабылдамағаннан жақсы. Көп ойланып толғанудан арылыңыз. Бір ой келсе, ол жайдан жай келген жоқ. Сылтау іздемей, мүмкіншілік жасаңыз. Бай болу үшін басқалардан көп еңбек ету керек. Сонда ғана табысқа жетесіз. Екінші, басқаға емес, өзіңе жұмыс істеу. Біреуге құл болғыңыз келмесе, өз игілігіңізге еңбек етіңіз. Сонымен бірге сүйікті іспен айналысуды жұмыс деп атауға болмайды. Үшінші, құндылық жасау. Әртүрлі тәсілдермен құндылық қалыптастырып жинақтаңыз. Сізді қоршаған адамдар үшін өзіңіздің құндылығыңызды арттырыңыз. Айналадағылар үшін құнды тауарлар ғана өндіріңіз. Сонда олар өздері сізге қажетті ақшаны әкеп береді. Сыпайы сынбай, тауарларыңыздың барлық құндылықтары мен пайдасын толық сипаттаңыз. Өзіңді өзің мақтамасаң, ешкім мақтамайды. Төртіншіден, қызығушылық үшін жұмыс жасау. Жұмысқа ынта болмаса, онда мұндай жұмыс істеуге тұрмайды. Өзіңіздің қызығушылығыңыз, қажетті білім мен дағды алу үшін жұмыс жасаңыз. Өзіңізге жұмыс жасаңыз. Бесіншіден, биік мақсаттар қою. Бір айда $5000 табуды мақсат етіңіз. Одан аз қоймаңыз. Неғұрлым биік мақсат қойсаңыз, соғұрлым тез жетесіз. Алтыншы, тіл тапқыштық. Ақшаны басқа кісілер алып келеді. Олармен араласыңыз, оларды қызықтырыңыз. Сонда олар сізге ақшаларын қуана тапсырады. Түнерген, тұйық адам болмаңыз. Мұндай адамдардың бай болуы сирек кездеседі. Жетінші, өзіңізді жеңімпаздармен қоршау. Байлармен араласу. Кедей адамдар төменге тартады. Тәуекел ету мен пайда табудан айнытады. Өйткені олар өздері пайда таба алмайды. Пайда таба алатындармен араласыңыз. Олардың баға жетпес тәжірибесін сіңіріңіз. Ол туралы мектеп оқулықтарында жазбайды. Кедейлер ортасында байларды жақсы көрмейді, жек көреді. Өзіңізді байлар мен оптимистермен қоршаңыз. Олар табысты және бай болуға көмек береді. Сегізінші, жауаптылық алу. Кедейліктің серігі жауапсыздық. Бай болғыңыз келсе, өзіңізге жауапкершілік алудан қорықпаңыз. Одан жалтармаңыз. Одан пайда табуды үйреніңіз. Тоғызыншы, бизнес жасаңыз. Егер сізде ақша аз болса, кәсіп жасаңыз. Егер сізде мүлдем ақша жоқ болса, онда дереу, дәл қазір бизнес жасаңыз. Ой іздеңіз, оны бизнес жобаға айналдырыңыз. Және инвесторлардың назарын аударыңыз. 10. Пассивті табыс келтіру жолын жасау. Сіздің қатысуынсыз ақша алып келетін пассивті кіріс көздерін жасау жолдарын іздеңіз. Пассивті табыс – ол сіздің күш-жігеріңізге қарамастан келетін табыс.
өзіңіз тыным таппай еңбек ететін, барлық операцияны өзіңіз жасайтын кәсіпке бизнесті құрмаңыз. Сіз үшін сіздің жұмысыңызды жасасын, ал сіз рахаттана өмір сүріңіз. 11. Инвестициялау. Қаржы салу керек, бірақ оның көзін білу қажет. Барлық артықшылығы мен кемшілігін таразылаңыз. Барынша көп ақпарат жинаңыз. Проблеманы жете зерттеңіз. Негізсіз тәуекелге жол бермеңіз. Тәуекел орынды болу керек, ал инвестициядан түскен кіріс шығысты жабу керек. 12. Бай және табысты адамдарды зерттеу. Олардың өмір баяндарын, табысқа жету жолдарын, неден бастағандарын, қалай кеңейгенін зерттеңіз. Олар қалай ойлайтынын түсініп көріңіз де, солай ойлаңыз. Интернетте әлемнің ең бай адамдарының өмір баяндары көп. Ең құрығанда аса көрнектілерінің өмір баяндарымен танысыңыз. 13. Өзіне сұрақ қою. Мынадай сұрақтар: мен кіммін? Мен неге бірегеймін? Менде 123 миллиард 456 миллион 789 мың доллар болса, не істер едім? Келген позитивті ойлардың күші мен энергиясын пайдаланып, оларды әрекет етуге, алға жылжуға бағыттаңыз. 14. Армандау. Арман ең күшті алға жылжытушы. Армандаңыз және армандарыңыз орындалатынына сеніңіз, бірақ ешқашан қиялдамаңыз. Қиялдар жүзеге асырылуын талап етпейді, ал армандар талап етеді. Адам армандауды доғарғанда, даму мен алға жылжуды тоқтатады. 15. Жәрдемдесу. Шын жүректен көмектесіңіз, бірақ өзіңіз қалаған адамға ғана қол ұшын созыңыз. Үнемі көмек сұрайтындарға көмектеспеңіз. Ондай адамдар бөтеннің мейірбандығына арамтамақ болады. Көмек көрсетуді достарыңызбен және туысқандарыңызбен шектемеңіз. Мейлінше көп адамға көмек көрсетсеңіз, барынша көп адам сізге жәрдемдеседі. 16. Мақтау. Комплимент жасаңыз. Бұл сіз айтқан адамның ғана емес, сіздің де өзін-өзі бағалауыңызды арттырады. Табысты адам өзін-өзі жоғары бағалайды. 17. Күнделік жүргізу. Келген барлық ойларды жазып жүріңіз. Істеріңізді барынша егжей-тегжейлі жазыңыз. Күнделігіңізді алдағы бір айға толтырып қойыңыз. Бос парақ болмау керек. Сіздің ештеңе істемеуіңіз мүмкін емес. Күнделікке барлық жетістіктеріңізді, табыстарыңызды, сәтсіздіктеріңізді жазып жүріңіз. Оларды жадыңыздан шығармаңыз. Бұл құнды тәжірибе. Реніш табыстан гөрі 10 есе жиі еске түседі. Көңіліңіз болмаған кезде күнделікті ашыңыз да табыс деген бағананы оқыңыз. 18. Берілмеу. Ешқашан берілмеңіз, әрекет етіңіз. Бір орында тұрмаңыз, дамыңыз, ортаңызды дамытыңыз. Жоқшылықпен күресіңіз. Кедейшілік барлық адамдардың жауы. Кім онымен жақсы күреседі, сол бай және табысты болады. Құрметті оқырман, табысты және бай болыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.